Қазақ телевизиясының дамуына зор үлес қосқан жазушы, кинодраматург, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Смағұл Елубаевтың 75 жасқа толуына орай суреткер, қаламгер, публицист атты кітап көрмесін назарларыңызға ұсынамыз. Смағұл Елубаев 1947 жылы Түркменстанда өмірге келген. 1961 жылы Қазақстанға қоныс аударған. 1971 жылы КазМУ-дың журналистика факультетін бітірген. 1974-1975 жылдары Мәскеудегі сценаристер дайындайтын жоғарғы курсын бітірген. Еңбек жолы 1976-1992 жылдары Қазақфильм киностудиясының бас редакторының орынбасары, 1992-1995 жылдары Республикалық мәдениет және тұрмыс қазіргі Парасат журналының бас редакторы, 1995-2004 жылдары Прагадағы Азаттық радиосының журналисті, 2008-2010 жылдары Қазақфильм киностудиясының бас редакторы, 2010 жылдан бастап Темірбек Жүргенов атындағы Ұлттық өнер академиясының профессоры. Әдеби еңбектері Ойсыл қара, Саттар соқпағы, Жарық дүние, Ақбоз үй, Мінәжат, Жалған дүние тағы басқа романдары жарық көрді. Көркем фильмдер сценарийлері Қызыл отау, Ай астындағы үй, Өтелмеген парыз, Сұрапыл сұржекей, Батыр баян, Аңшы бала, Алмас қылыш, Алтын тап. Марапаттары 2010 жылы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері құрметті атағы, 2005 жылы президент жарлығымен құрмет ордені иегері атанды, 2018 жылы президент жарлығымен Парасат ордені иегері атанды. Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясының түсірілуімен 1982 жылы жарыққа шыққан Қызыл отау тарихи фильмнің сценарийін Смағұл Елубай сатып алды Нарымбетов. Сонымен қатар режиссер Рүстем Әбдірашевтің Қазақ хандығының 550 жылдығы аясында түсірілген Қазақ хандығы туралы сериалының сценарийі Смағұл Елубай, Тимур Жақсылықов жазды. Қазақ кино туындыларының сценарий жазумен бірге әртүрлі газет-журнал беттерінде саяси қоғамдық көптеген мақалалары жарыққа шықты. Смағұл Елубаевтың шығармашылығының негізгі өзегі қазақ халқының кеңестік дәуірде бастан кешкен нәубетті кезеңдері мен қиын қыстау уақытты. Жазушының қаламынан туған Мінәжат, Ақбоз үй сынды романдары сталиндік қуғын-сүргін, ашаршылық жылдарындағы аумалы-төкпелі уақытты қамтыған. Бұл туындылар өскелең ұрпақтың ұлт тарихын тереңінен тануға, зерделеуге мүмкіндік берді. Смағұл Елубаевтың Ақбоз үй романы өткен ғасырдың 30 жылдардағы ашаршылық зардаптары, Мінәжат романына қуғын-сүргін оқиғалары өзек болса, Жалған дүние 80 жылдардағы рухани дәуірінен сыр шертеді. Академик жазушы Зейнолла Қабдолов талантқа ең керегі екі нәрсе еңбек пен батылдық. Смағұл Елубаевта осының екеуі де түгел тұтас. Өзге шығармаларының өз алдына қойғанда, Смағұл аз жылдар ішінде 3 роман жазды. Бұлар күн демей, түн демей ұзақ сарылған үлкен еңбектің жемістері деп атап өтті.